Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі күннің жаңа сабағы ғарышта не бар? 56-ші бетті ашамыз. Оқушылар, бүгін біздер екі сөзбен таныс боламыз. Олар галактика және құс жолы. Негеш пен Эврика түнгі аспанды бақылады. Сен де түнгі аспанды бақылаған шығарсың. Онда неше түрлі қызықтар бар. Солармен таныс болайық. Ғарыш кеңістігі мен жұлдыздар ғаламды құрайды. Жұлдыздар бұл кеңістікте ретсіз орналаспайды. Олар бірігіп галактиканы құрайды. Түнгі аспаннан көрінетін жұлдыздың бәрі біздің галактикамызға жатады. Оны құс жолы деп атайды. Жай көзбен қарағанда құс жолы ақшыл жолақ болып көрінеді. Ал егер дүрбі не телескоп арқылы қарасақ, мыңдаған жұлдызды көрер едік. Біздің галактикамыз шамамен 100 миллиард жұлдыздан, шаң тозаң мен газдардан, магниттік өрістен, ғарыш денелері мен ғарыш сәулелерінен тұрады. Оның пішіні дискіге ұқсайды. Біздің галактика басқа галактикалар сияқты ғарыш кеңістігінде айналып жүреді. Ол спираль тәрізді галактикаға жатады. Сырттай қарағанда ол айналып тұрған от шашуға ұқсайды. Күн жүйесі де галактиканы айнала қозғалады. Толық айналу үшін шамамен 225-250 миллион жыл қажет. Бұл уақыт ғарыш жылы деп аталады. Есте сақта, біздің галактикамыз құс жолы деп аталады. Оқушылар, енді біздер осы үлкен ғаламнан өзіміздің мекенжайымызды табайық. Ол үшін сіздерге берген ұяшықтарға өздеріңіздің атауларыңызды жазасыздар. Мысалы, ғалам ішінде галактика, галактикамыздың аты бар қандай, жүйе, ғаламшар, біз қандай ғаламшарда мекен етіп жатырмыз, соны жазамыз. Материк қандай материкте, мемлекет қандай мемлекет, облыс және елді мекен. Сіздерге сәттілік.